Мен қарапайым Бақтиярмын. Адажман Бахтияр. Бахтияр Адамжан. Бахтияр Адамжан. Адамжан Бахтияр. Ведущий солист театра. The second stage of the competition was the famous Valentina Kozlova International Ballet Competition in New York. Bахтияр Адамжан won Grand Prix in the classical dancing nomination. Кеше Баядерка спектаклі өтті. Сен осы готовқа келген кезде мен бір ерекше бір сондай сезімге бөлінемін деп айтқансың маған. Қалай өтті спектакль? Ұнады ма саған өзіңе? Мен үшін негізі Абай атындағы театрда билеудің өзі бір абырой десе болады. Бұл жерге келген кезде мен қобалжимын. Себебі бұл өмірімдегі менің ең алғашқы театр. Бала кезден оқуға келген кезде ең алғашқы аттап аяқ басып кірген театр осы Абай театры болатын. Сондықтан бұл жерде менде қалай айтсам болады, балалық сезім де оянады. Сосын және де мұғалімдердің келеді көбінесе. Бұл жерде жұмыс жасағанмен, сондықтан барлығы тығыз байланысты. Сол үшін үлкен жауапкершілік мен үшін. Бұл жерде жұмыс жасадым. Және де Баядерка балетінің қойылымы болып жатқан кезде мен басқа театрға ауысқан болатым. Сондықтан осы Баядерка балетін мен үшін билеу және де алғашқы рет осы театрда, осы Абай атындағы театрда, Абай атындағы театрдың труппасымен бірге спектакль билеп шығу мен үшін үлкен бір қуаныш болды. Сондықтан қобалжу да болады, оның ішінде жауапкершілік үлкен. Өзімнің алдында біріншіден, екіншіден мұғалімдердің алдында. Сондықтан әртүрлі сезімдер келеді негізі. Мұғалімдер бағалайды дейсің ғой? Жоқ, бағалағанда қалай айтсам, оны көбінесе мұғалімдер бағаламайды ғой негізі. Олар келеді, қуанады, біз үшін әрқашан да қолдайды. Оның бәрін білеміз. Мен өзім мұғалімдердің алдында, менің ойымша, біз өзіміз қоздырып жүреміз ғой, осылай жақсы болса екен мұғалімдеріміз, бізді соларды бір қуантсақ екен деген оймен шығамын ғой негізі. Мұғалімдер біз құлап қалсақ та олар да жарайсың деп демеуге көрсетеді ғой. Сондықтан менің ойымша ол өзіміздің ойымыз сондай бір. Өзің санаңа сыйдырған сондай. Ал сен Астана опера театрының этуальсың, басты бишісісің. Бұл негізінде сол атақ, бұл ерекше сондай бір салмақ түсіре ме өзіңе, әлде сондай бостандық сыйлай ма? Негізі жетекші балет солистімін ғой Астана опера театрында. Бұл біріншіден әрине жауапкершілік, себебі біз театрда қай жерде болмасақ та өзіміздің жұмыс істейтін орнымызды жақсы жағынан көрсетуіміз керек. Спектакльлерге осылай қонақ болып келіп спектакль билеген кезде ол екі есе үлкейеді, себебі біз тек қана өзіміздің атымыздан емес, және де бүткіл үлкен театрдың атынан шығып отырмыз. Жауапкершілік әрине бар. Бірақ та енді ол жауапкершілік бар екен деп өзіңді түңілте беруінде қажет жоқ. Сондықтан мен өз басым еркін ұстағанды ұнатамын. Бұл әрине бұл лауазым, жетекші балет солисті, бұған этуаль деп айтып отырсыздар. Бұл лауазымның барлығы бұған жету үшін оның астында үлкен жұмыстар жатыр. Сондықтан мен үшін бұл қалай айтсам болады, менің өнерімнің бағалаған бір лауазымы деп ойлаймын. Сондықтан қатты мені сен осылай осындай дәрежеде көрсету керексің, жұмыс істеу керексің деп өзімді мен салмақ түсірмеймін. Салмақ түсірмеймін негізі. Бұған мен жеңіл қарым-қатынасым жеңіл бұған мен. Ал қарапайым адамдарға мысалы түсіндіретін болсақ, балет дегеніміз не деген идея? Бұны біз білеміз, бұл өте күрделі, сондай өнер. Бұл жерде енді оқиғаны қимылмен айтып беру, бір кез келген бір трагедияны болсын, сондай комедияны болсын, және тағы да басқа. Ал қарапайым адам залға келген кезде олар тек қана әдемі биге, әдемі дене бітіміне қарайды, бишілердің. Ал балет дегеніміз не деп оларға түсіндіретін болсақ? Балет дегеніміз енді бұл белгілі бір оқиғаны, өмірді, белгілі бір тұлғаның өмір баянын бимен жеткізу, іс-қимылдармен жеткізу. Балетте әртүрлі өзінің қалыптары, қозғалыстары бар. Ол әртүрлі эмоцияны білдіреді. Мысалға
мысалы мен ант берем деген сияқты осындай және де басқа да көптеген хореография тұрғысында Қимылдар қойылған тілі, иә? қимылдар тілі бар. Менің ойымша көрермен келген кезде либреттон оқу керек. Қағаздар театрда беріледі, сатылады, соның бәрін алып оқып, сюжетті кішкене оқып біліп келсе, менің ойымша балет түсінікті, классикалық балет, ол әрқашанда түсінікті. Заманауи хореографияны айта алмаймын, ол жерде әркімнің өзінің адамның ішкі дүниесі ашылады, ол жерде әркімнің түсінігі ерекше болады, ал классикалық тұрғыдағы балеттердің барлығында менің ойымша барлығы түсінікті, қарапайым халық оны кішкене ғана бір зейін салып, соған бір көңіл бөлсе, оқып, мүмкін алдын ала кішкене дайындалып келсе, қайда бара жатыр, қандай спектакльге бара жатыр, ол спектакль не туралы, ол спектакльдің тарихы қандай деп ізденіп кішкене келсе, ол қазіргі таңда барлығымызда смартфон бар, ол ары кетсе бір 5 минут уақыт алады. Сондықтан балет менің ойымша түсінікті деп ойлаймын. Және де бишілерге де байланысты. Көп бишілер оны әртүрлі жеткізеді. Және де музыка. Биші біріншіден музыканы тыңдау керек. Сол музыкаға қойылған би бар. Сол биді музыкалық нақты дұрыс көрсетсе, эмоцияларын музыканың қарқыны жүріп жатқан кезде көрсетсе, оның барлығы көрерменге жетеді. Кез келген өнерді түсіну үшін іздену керек дейсің. Енді адам өзін өзі менің ойымша дамыту керек қой, бір жағынан рухани баю керек, екіншіден ол іздену керек. Себебі аң-таң көп, әрине даладан өнер көрмеген адамды театрға алып келетін болса, ол әрине түсінбейді. Бірақ егер де оған кішкене бір дән салып жіберсе, ол өсетін дейді. Ол мүмкін ертеңгі күні үлкен ағаш болып өсуі мүмкін. Ол ертең өнерде жақсы бір талғамы кең адам болуы мүмкін. Сондықтан кішкене ізденіс, кішкене бір талпыныс, өзінің шабытын ашып келетін болса, ол адам көрермен үшін ол өзіне жақсы ғой негізі. Және де артистерге де жақсы. Ертеңгі таңда ол айтып жүретін болады. Мен осындай балетке бардым, осындай спектакль көрдім, ол жерде осындай персонаждар болды, кейіпкерлер болды, осындай бишілер биледі, маған қатты ұнады, эмоциональдық тұрғыда, музыкалық және де би тұрғысында өте керемет болды деген сияқты. Ол өзіне, менің ойымша көрерменнің өзіне пайдасы көп. Ал осы дайындықтарға келетін болсақ, сол репетицияларға, осы мен бір ютубта бір видео көргем, сол Николай Цискоридзе «Пиковая дама» деген балетіне дайындалған кезде, бұл жерде ода музыка бойынша 3 пируэт болу керек. Ол тек қана екеуін жасай алды, сол үшін жылап отырған жерім көргем. Сенде сондай сәттер бола ма? Бірдеңе шықпаса, дайындық кезінде жылайтын кездер, жылауға дейін баратын кездер? Жоқ. Болмай ма? Неге? Енді ол қалай, ол жылап не істейсің сен жылағанда? Менің түсінігім бойынша қалай өтеді, жалпы сен қалай дайындаласың? Менде бірдеме болмай жатса, мен оны жасамаймын. Қоям, жарайды. Басқасын болып жатқанда репетируем, болып жатқанда дайындық жүргізем. Егер де бірдеме болмай жатса, сен оны бүгінге ұмыт. Мен өзім қағидам бар сондай. Бүгінге ұмыт, үйіңе барда кішкене ойланып, түйіндеп, соны бөлшектеп, неге ол болмай жатыр, не үшін, не істеу керек, қай жерде түзеу керек, соның бәрін ойланып келіп, барып, келесі күні қайталауға тырысам. Егер де сен оны болмай жатқан затты жасай беретін болсаң, сен қателікті дайындайсың. Қатеңді сен қайтадан күшейте бересің. Сондықтан ол қатені күшейте бермеу үшін оны ұмыту керек. Келесі күні ойланып, басқа әсермен, мүмкін бүгін сенің ұйқың қанбаған шығар. Мүмкін сенің бір жердегі сіңірің тартылып тұрған шығар. Соның барлығын енді оны күнде бәрі жақсы бола бермейді, сондықтан оған да кішкене түсінушілікпен қарау керек, мен оны жылап, оны прям содан драма жасап. Қинап не қыласың оны, неге қиналасың? Қиналыстың бәрі күнделікті таңғы сағат 10-да болатын балет сабағында болады, классикалық сабағында, классикада. Сол жерде өзіңді қина, сол жерде өзіңді, қалай айтсам болады, денеңнің бұлшық етіңді дайында, секір, күнделікті өзіңнің бір режиміңді ұста. Сондықтан енді
соның барлығын күнделікті жасайтын болсаң, менің ойымша ешқандай қиыншылық кездеспеу керек. Және де тәртіп, тағы да айтатын тәртіп. Ол болмаса, ол қанша жерден сен өзіңді қинама, бүгін қинап, ертең қинамау мүмкінсің, сондықтан оның түк пайдасы жоқ. Барлығына негізі оңай қарау керек. Барлығына өзіңді бір бағана айтып кеттім ғой, өзіңді как накручивать дейді ғой адамдар. Өзін-өзі бір қоздырып бірдеме маған жасау керек, үйту керек, бүйту керек деп жүретін болсаң, сен сол үйту керек, бүйту керекпен жүре бересің. Сондықтан кішкене тоқтайтын кезде тоқтау керек. Оны түсіне білу керек. Менің ойымша. Бізде көбісі ойлайтын шығар, может, балет деген ол күнделікті бір өзіңді қинау, өзіңді бір жұмыс еткізу. Жоқ, балет деген менің түсінігім бойынша ең бастысы сенің денең, сенің басыңмен бірге дос болу керек. Миыңмен, ой санаңмен, ішкі жан дүниеңмен, өміріңдегі тыныштығыңмен, отбасың бар болсын, басқа да бір өзіңнің жұмыстарың, хоббиларың бар болсын, соның барлығын бірге дос ретінде ұстау керек. В чем феномен вообще Бахтияра? Это все-таки лидерские качества. Это уже было заметно в хореографическом училище. Это, знаете, когда вот первый класс поступает, и сразу видно лидеров, сразу видно, кто старается и кто вот добьется своего. И вот такие есть пару человек, которые все время между собой соревнуются, конкуренция, и тогда они даже приходят в театр, потому что когда я работал в театре, он только стажировался, потом пришел работать в театр. Видели, для кого-то это, знаете, ну, видно, что человек, артист, он не стремится что-то больше взять от мира, что-то больше внести. А у Бахтияра это было с самого вступления именно на работу в ГАТОП имени Абая, тогда так назывался наш театр. Он старался что-то все время, знаете, после репетиции оставаться, что-то делать, растягиваться, прыгать, можно сказать, совершенствоваться. Нет предела, да, оттачивал, да, мастерство. И так получилось, что какое-то время он проработал в театре у нас, но у нас же тоже есть своя иерархия, да, свои, можно сказать, премьер, там, ведущий солист и так далее. Пока тот ведущий солист он не уйдет, у него вакансии, ну, как бы не освобождаются. И в этот момент ему, можно сказать, улыбнулась удача, судьба, что Астана опера открылась, и уже приглашали молодых артистов туда. И он в это прям вошел очень хорошо. Как я понимаю, все равно то, что он не ушел в другой театр, в другую страну, это очень большая тоже заслуга руководства и самого театра. Понимаете, когда человек, где бы он ни находился, чувствует себя комфортно, он остается там. А ему давали все и дают все. И уезжать, и на конкурсы, в конкурсах участвовать, и, как я знаю, звания, и какие-то другие премии. Вот этим и поддерживает его. Вот а зачем уходить куда-то, если у тебя все есть, и ты выездной, и тебя еще на гала с мировыми звездами приглашают. Это и есть, ну, крутость. Я не знаю, он такого может ли добиться за рубежом и так далее. Конечно, может, но в своей стране всегда это престижнее, лучше и теплее. Жалпы балет әлемі өте қатал әлем сондай дейді. Осы біз баршаға мәлім, сондай большой театрдың көптеген ондай бишілері бір-біріне арамдық қасиеттерін жасап жүретін, қата береді олар, жамандық қасиеттер жасап жүретін. Ал біздің театрлар сондай бар ма? Бір-бірін көйлегін білдіріп, костюмдерін білдіріп деген сияқты шеге қалдырып сахнада сондай бір арамдық, зияндық қасиеттерін жасайтын сондай бәсекелестік бар ма біздің театрларда? Мен негізі соны түсінбеймін, солар негізі неғып өйтетіндерін, прям балет десе бір-бірін өлтіріп қоя жазатындай. Естігем көп оқиғаларын. Бірақ менің ойымша оны көбінесе айтады ғой, кішкене астарлап, асқындатып, соны прям сыртқа шығарып, кішкене драма жасап деген сияқты. Сол үшін айтылған жат сияқты. Бірақ біздің театрда, менің өзімнің ұжымымда
ондай мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Бізде тек қана қолдау, достық қарым-қатынас. Біреуіміз жақсы біліп жатсақ, екіншіміз қуанамыз. Ешқандай бәсекелестік жоқ па сонда? Бәсекелестік дегенде бізде андай ашық, таза түрде өтеді да, мысалы, би ретінде. Бірақ оған ешқандай зиян жасап, ол мынау өстіпті мен билеуім керек деген сияқты. Мен өз басым ондай кездестірмедім. Біреумен ерегесіп қалатын болсақ, ол міндетті түрде жұмыс барысында болмайды. Ол басқа жеке бір өзіміздің қасиеттерімізге байланысты бір конфликт болмаса, бірақ жұмыс барысында, жұмыс үшін жоқ, ондай ешқашан өзіме кездеспеген. Негізінде әлемдік театрларда ол сондай бір танымал тәжірибе сияқты меніңше, сол оның бәрін қарапайым халыққа айта береді ғой, осылай бір бізде бар. Енді бұл өтірік әңгіме емес шығар? Мүмкін бар шығар енді, бірақ енді большой театрдың мысалы сондай интригалары бар екен. Олардың өздері жүрген интрига ғой, сондықтан олар может күнделікті болмайтын шығар, енді болған шығар бір-екі рет, бірақ менің ойымша күнделікті зат емес. Сонда біздің қазақ театрларында ондай жоқ. Білмеймін, мен өз басым кездестірмедім. Ешқашан кездеспедім. Басқалар үшін жауап бере алмаймын, бірақ өз басым жоқ, ешқашан кездеспедім. Сенің ең сүйікті балетің, сен маған айтқансың осы күзде алған сұхбат кезінде, «Юноша и смерть» деген, иә, Ролан Петидің. Спартак. Жоқ, Спартактан кейін «Юноша и смерть» айтқан. Сонда ең сүйікті деп айтылсын, ең сүйікті Спартак, содан кейін осы «Юноша и смерть». Жарайды, сол «Юноша и смерть» спектакліне тоқталатын болсақ, соны билеуге жақсы көрем деп айтқансың. Соған тоқталсақ, бұл жерде әр жылдары әр бишілер әртүрлі көрсеткен, иә, бұл басты кейіпкердің рөлін сомдаған кезде. Мысалы, Барышниковты алатын болсақ, ода купе ЖТ деген нелерді қимылдарын өте жақсы көрген, бұл жетістіктердің бірі оның. Мысалы, Рудольф Нуриевті алатын болсақ, ода Ромден Жамты жақсы көрген, осы қимылсыз оның елестету қиын. Хулио Боканы алсақ, ода глиссатты көп қолданған. Сен өзің қандай түсінік бердің сол рөлге билеген кезде? Мен драматург, биолог, актерлық жағынан көп келдім. Себебі маған дейін техникалық элементтердің бәрін бағана айтып кеткендей, Барышников бар, Нуриев бар, Хулио Бока бар, оның барлығы жасап кеткен. Мен негізі Ролан Петидің түпнұсқасында қойылған хореографиясын үйрендім. Ол жерде барлық техникалық элементтердің барлығын таза жасауға әрине тырыстым. Бірақ көбінесе мені қатты өзіне тартқан ол осы бір бар жоғы 18 минуттың ішінде өзіңнің ішкі жан дүниеңді ақтарып, сыртқа шығарып, соны басқа жағынан қарауға мүмкіншілік беретін балет. Бұл жерде юноша негізі суретші ғой, художник, ол депрессияға кеткен, және де суицидқа барар жолдағы соңғы минуттары дейсіз ғой, соның ішінде адамның басына не келеді, не кетеді, соның барлығын жеткізіп, көрермендерге жеткізу, және де өзіңді сезініп білсең, мысалға, кім түсіне біледі, мысалға, осы өлімге бара жатқан адамды, ондай адамдардың менің ойымша түсіну өте қиын ғой, қандай ой мазалайды, не апарады соған, енді оны менің ойымша тірілердің ешкім біле бермейді. Сондықтан сол сезімді өзімнің дене бітімімен сезіну, сол мен үшін үлкен бір мақсат болды. Және де әртүрлі оны жеткізуге болады, бірдей қылып билей алмайсың ол балет, сонысымен ұнайды маған. Бұл сонда бір актылы балет, иә, сонда ұзақ емес, бірақ өте қиын балет. Соны қалай дайындалдың бұл балетке? Бұл балетке мен арнайы шақыртумен Италияға барып, осы Ролан Петидің ассистенті Луиджи Банино маэстро екеуміз дайындаған болатынбыз Ла Скала театрында. 5 күннің ішінде дайындап шықтық. 5 күннің 3 күні, наверное, таза өтті. 2 күнде біз жаттадық. Көптеген әңгіме болды, негізі тарихын айтты. Бірақ қалған 3 күнде біз қарқынды дайындық жүрдік. Сосын қайтадан Астанаға келдім де, өзімнің қойылымдарымды билеп, қайтадан Спалетта қаласына шыққан болатын, премьерасын билеуге. Ол жерде осы бір күнде қайтадан дайындық жүрді, келесі күні биледім. Осы Луиджи мырзамен сенің сонда серіктестігің алғашқы рет қашан болды? Неге ол сонда ерекше сені бөліп, сонда жақсы көреді? Әрқашанда шақырады, осының жақында өткен Нотр-Дам де Пари спектаклінің тұсаукесеріне де шақырды сені. Енді маэстромен мен негізі осы Нотр-Дам де Париның Астанада қойылған кезде алғаш рет танысқан болатын.
Оған дейін осы қараша айында менің Спартак балетіме келген болатын ол кісі. Труппамен танысу барысында келіп, көріп, қарап дегендей труппаның деңгейін білу үшін сол кезде менің Спартак балетіме келген болатын ол кісі. Сол жерде аудармашылардың айтуы бойынша ол кісіге мен қатты көзіме түсіп, бейім ұнапты. Спартак балетіне қатты ғашық болып ол кісі өзінің жылы сезімдерін білдірген болатын, жылы сөздерін айтқан болатын. Содан кейін театрдың басшыларына айтыпты, осы Адамжан Бақтиярға мен Нотр-Дам де Париді қоюға дайынмын. Квазимода рөлін мен одан көріп тұрмын деп. Сонда Квазимоданың кейіпкерін ол арнайы сен үшін дайындаған ба? Сол үшін алып келген, негізі труппамен танысқан кезде міне мына бала Квазимоданы билей алады деген түйін шығарған ғой, соны айтқан. Сондықтан жарайды, мен келсем сендерге қоюға деп сөйтіп келіп қойған болатын. Сол кезде таныстық. Одан кейін ол кісі менің Нотр-Дам де Паридің қойылып жатқан кезде басқа да мен гала концертке дайындалып жатқан болатын. Сол кезде менің репетицияма келіп, өзінің телефонына мен репетицияны түсіріп, Италиядағы Роберто Боллиға жіберген болатын. Осы жерде осындай Бақтияр деген биші бар. Сен оны міндетті түрде өзіңнің гала концертіңе шақыру керексің деп. Сол Роберто Боллимен таныстым. Ары қарай Италияның есігін ашып берген кісі. Сондықтан әлі күнге дейін ол кісімен біз хабарласамыз. Ол кісі әрқашанда мені өзінің қойылымдарына шақыруға тырысады. Себебі ол кісінің, менің айтсам, шәкіртімін ғой негізі. Осы Ролан Пети балетінің хореографиясында мен ол кісінің шәкіртімін. Және де ол кісінің айтқан, менен талап еткен заттарының барлығы мен бұлжытпай орындауға тырысамын. Сондықтан мүмкін сол жағынан да мүмкін, және де мен музыканы тыңдағанды жақсы көремін. Ол кісіге де ол қатты ұнайды музыканы. Ана бишінің музыкальный билеген. Музыканы қалай тыңдап көруі ма? Соны музыка тыңдау қабілеті ұнайды. Менің ойымша мен билегенім, мүмкін сол кісіге деген қарым-қатынасым барлығы үлкен бір әсер білдірген сияқты. Сондықтан менің Квазимодамда ол кісі осы қазір айтады, әлемдегі ең керемет Квазимода деп. Және де соңғы рет Рим қаласында мен Нотр-Дам де Паридің премьерасына шақырған болатын ол кісі. Сол Рим қаласының труппасымен биледім, опера де Ромамен. Ол жерде мен ол кісіні рахмет айтып, рахмет шақырғаныңызға деп отқан кезде, ол кісі айтты, саған рахмет, Ролан Пети осылай билегенін қалап еді деді. Өзінің балеттерін осылай билегенін қалап еді деп айтты. Сондықтан сондай сөздерден кейін енді менің ойымша болашақта да егерде қайтадан жұмыс істеп жататын болсақ, ол кісінің сөзін жерге тастамауға тырысамын. Сен менің білуімше қазір Новосибирск қаласынан басқа бір қойылымнан өнер көрсетіп келдің, не бұл? Новосибирск қаласында мен Собор Парижской Богоматери спектаклінің тұсаукесері болды. Сол жерде 2 спектакльді билеп қайттым. Олардың труппасына көмектесіп. Оған дейін Рим қаласында сентябрьде билеген болатын ол спектакль түшірес. Квазимода рөлі. Луиджи Банино маэстро осы спектакльді қоятын, Ролан Петидің қазіргі таңда жалғыз ассистенті. Атақты Ролан Петидің балеттерін әртүрлі театрларға қояды. Соның түп нұсқасын қоятын Луиджи Банино шақыруымен осылай жүріп жатырмыз. Ол кісімен көп болып жұмыс істеп жүргенімен, сондықтан ол кісіге де ыңғайлы мен келген солай болды. Ол сені ерекше жақсы көреді, Ол мені жақсы көреді, ол кісі. Енді ол кісі мен былай айтсам мұғалім десе болады Ролан Петидің балетіндегі. Ол кісінің айтқан сөздерінің барлығын бұлжытпай орындауға және де өзімнен де жақсы жағынан қосып билеуге тырысамын. Мүмкін сол жағынан ұнайтын шығар. Сыйластығым менің ол кісіге деген қарым-қатынасым. Себебі ол кісіні қатты сыйлаймын, ол кісінің өнерін сыйлаймын. Сондықтан екеумізде бір достық сезім дейді ғой, жылы сыйластық бар. Сен Квазимоданың сол рөлін сомдадың, бұл біз Виктор Гюгоның туындыларынан білеміз, бұл сондай ерекше, қиын, сондай кейіпкер. Саған қай оның қасиеті ұнайды?
Квазимоданың негізі ішкі жан дүниесі ұнайды. Қаншалықты оған адамдар тәкаппарлықпен, бір менсінбеушілікпен қараса да, қаншалықтан барлығы оған қорқыныштысың немесе ауыр сөздер айтса да, ол өміріне сынбай, өмірінің ішіндегі бір махаббатты өшіріп алмағанына таң қаламын. Себебі дегенмен де Эсмеральдаға ғашық болып қалып, сол махаббат үшін, өзінің сезімі үшін ештемеге қарамай күрескен жан өте мықты жан деп ойлаймын. Сондықтан ішкі жан дүниесі өте кең пейіл, менің ойымша өте жұмсақ жан, сыртына қарамаса да. Сондайлығы ұнайды негізі. Өзіңе жақын ба сол қасиеттер сонда? Маған ба? Жеке басыңа. Енді қазақта мақал бар ғой, еңкейгенге еңкей, шекең жерге тигенше, шалқайғанға шалқай, желкең жерге тигенше демекші. Мен енді үйтіп айта алмаймын. Бірақ та егер менде бар болса, сондай қасиет, оны жоғалтпауға әрқашанда тырысамын, жоғалтпауға. Сенің күнің режим дейді ғой, сол неден тұрады? Күніңді неден бастайсың? Осы жұмыс істеп жүрген кезде. Жұмыс істеп жүрген кезде енді біріншісінен осындай гастрольдік сапарлыққа келгенде көбінесе осындай дайындықтар болады. Соған дайындыққа ұйқымды қандырып, өзімнің физикалық тұрғыда денемді дайындап алып келу ең басты мақсат. Ертерек тұруға тырысамын, 2 сағат бұрын дене оянады, таңғы асымды ішіп дегендей асығысты жеп көрем. Бірақ та кешіккенді ұнатпаймын, сондықтан ертерек тұрып, барлығын алдын ала істеген ұнайды. Таңғы астан басталады, жақсы көңіл күйден. Қанша сағат ұйықтайсың? Саған қанша сағат маңызды ұйықтауға? Білесіз бе, әрқалай негізі Алматыда 7-8 сағат ұйықтасаң, кейде ұйқың қалмай қалады. Мүмкін тау болғандықтан ба, давление басқа ма екен. Ал Астанада 6 сағат жетеді маған. Сонда әр қалада ауа райына байланысты? Сосын денеге ол өзі әсер береді ғой, мына жақта мысалы өзінің магнетизмі бар, тартылымы басқа, ауа райы басқа деген сияқты, ауасы басқа, бұл жерде кішкене қысым басқа, сондықтан барлығы бұлшық етке әсер береді. Мысалы Астанада кішкене ауа көп бұл жақта негізі. Сондықтан ұйқыда қанады, мына жерде кішкене ауа тарлау. Сонда Астананың экологиясы жақсырақ дейсің ба? Енді Алматымен салыстырғанда әрине. Бұл жерде енді қазан сияқты ғой, бүткіл түтін, машинадан шыққан кір ауаның барлығы бір орында тұрады. Жел жоқ, бәрі тауға тақалады. Қыстың өзінде байқалады, қардың өзі аппақ болып жатпайды ғой, қар болып жатады. Ал Астанада қардың өзі аппақ болып жатады. Мысалы көктемге дейін ол аппақ болып жатады. Осы Нотр-Дам де Пари спектаклін қазақстандықтарда көру мүмкіндігі бар ма? Иә, біздің Астана опера театрында жүріп жатады ол спектакль. Біздің репертуарымызда бар. Біздің репертуарымызда Нотр-Дам де Пари бар, Ролан Петидің Капелла балеті бар, және де Кармен балетінен үзінді бар, гала концерттерде қоямыз. Бізде Манон спектакль бар, Макмилланның, Григоровичтің Спартак, Щелкунчик. Барлық классика бар, Лебединое озеро, Корсар, Байдарка, Дон Кихот деген сияқты. Біздің керемет әлем дүние жүзіндегі көптеген театрлардың өзінің репертуарында болса екен деп армандап жүрген спектакльдердің барлығы Қазақстанда жүреді. Сен осы қазіргі заманның ең ұлы керемет сондай хореографтармен жұмыс істедің. Сол Луиджи мырзаны айтып жатсың, және Григоровичпен. Олардың ерекшеліктері не деп ойлайсың? Екеуі де сені мақтады. Музыка тыңдау қабілеті. Музыканы тыңдау қабілеті. Иә, көбінесе осы музыкаға жақсы қойылған хореографиялар. Оларды бір новатор ғой енді осы қазіргі заманның. Техникалық тұрғыда өте алдыға кеткен балеттердің көбісі. Және де хореография көбінесе Григорович пен Ролан Петидің спектакльдерінде сен шынайы эмоцияңды көрсету. Драматургиялық, актерлық ретінде тек қана балет әртіс емес, осы актер ретінде сен өзіңді аша аласың. Яғни шынайы эмоция дегенде ол өтірік ойнау емес па? Иә, ол жерде мысалы классикалық балетте мысалы қолыңды беру керек болсаң, ал мысалы Спартак балетін болатын болсаң, сен қолыңды кәдімгі не сияқты. Ролан Петиде де сондай. Қорқыныш болса, сен қорқасың. Сен оны әркім өзің қалай түсінесің, солай болады да мысалы. Бұл жерде андай бір қатып қалған не жоқ. Мысалы, сен осылай істеу керексің міндетті түрде деп. Сен өзің қалай сезінесің, солай істеуге рұқсат береді ол хореографтар.
Сондықтан әр әртіс олардың балетін билегенде ол балеттері әртүрлі жаңғырады. Мүмкін біреумен көрінбеуі мүмкін, ал екінші әртіспен керемет болып шығуы мүмкін. Сондықтан солардың балеттері, мысалы менің ойымша осы хореографтардың балеттері әлі күнге дейін актуалды түрде көрермендерге жақын. Себебі әртістер өскен сайын олардың да балеттері жаңғырады. Ал балет бишісін мәңгі студент деп айтып жатады. Сол пікірмен келісесіз бе? Әрине. Сонда сіздер әр спектакльде үйренесіңдер бір жаңа бір нәрсеге. Үйренгенде былай ғой негізі, ол физикалық тұрғыда сен міндетті түрде дайын болу керексің. Ал қалған үйренетін заттардың барлығы ол бізде шын өнер, шынайы өнер болғандықтан сен барлық спектаклің бірдей өтпейді ешқашанда. Бүгін сен өзіңді керемет сезіну мүмкінсің, керемет әсерде болу мүмкінсің, келесі күні сен өзіңді мүмкін жаман сезіну мүмкінсің. Соның барлығын білдіртпей сахнаға шығару, менің ойымша ол осыған тырысады көбі. Сол барысында үйренеді әртістер. Бұлай күнделікті жасап жүрген іс-қимылдар ғой негізі. Ал спектакльді билеп біткеннен кейін үйіңе ораласың ғой, сен бөлмеде қалған кезде не сезінесің? Бітірдім ау деген сезім болды. Рахатына айтып, кайф деп. Жоқ, қалжың әрине. Бірақ үйге келген кезде ол үйдің жұмыстары бар ғой өзінің. Ол театр, жұмыс, балет, әрине ойланбаймын. Театрға келдім ба, мен биледім, өнерімді көрсеттім, рахмет, шықтым ба, болды. Басқа өмір жалғасады. Мен әкемін, күйеумін, біреуге баламын. Сондықтан мен өмірде шасыдып, мен әртіс балетімін деп жүре бермеймін ғой, ол ақымақтық деп ойлаймын. Сондықтан театрдан шыққаннан кейін менің ойымша басқа да өмірді ешқашанда ұмытпау керек. Енді сен спектакльде өзің жан дүниеңді барша көптеген көрерменнің алдында ашасың, осы ішіндегі барлық эмоцияларды, барлық сезімдерді. Сосын спектакль аяқталғаннан кейін бұл өзіне бір ауырмашылық тигізетін сияқты, сондай бір опустошение деп жатады ғой, сондай нәрсе болмай ма сенде, сондай сезімдер? Кішкене болады, бірақ кішкене бір үйге келіп бір тынығып алсаң, бәрі орнына түседі негізі. Қалпына келесің, тез келесің қалпына. Мен бағана айтып отырмын ғой, себебі мен үйтіп жан дүниемен балет деп кетіп қалмаймын да. Мысалы, балет деп өмір бойы балет осы деп бейіп жүретін болсаң, сені ол жек қояды сені. Сондықтан оған кішкене оңай қарау керек. Сен сонда ажырата білесің жеке өмір мен шығармашылық? Оны міндетті түрде менің ойымша әр әртіс түсіне білу керек. Қай жерде шынайы өмір бар, қай жерде сенің театрдың өмірі бар, қай жерде спектакль болып жатыр, оның барлығын ажырата білу керек. Сондықтан біз артист деп аталамыз ғой. Артист деген ол әртүрлі рөлдерді сомдайтын, әртүрлі рөлдерді өзінің денесінен өткізе алатын, бірақ денеңде қалдырмау керексің. Өткізу керексің, көрсету керексің. Шынайы сахнада жүрсің ба, шынайы ойна, сезін, сахнадан шықтың ба, өзіңе қайтадан келу керексің. Ал өз-өзіңмен жалғыз қалған кезде қандай сұрақ қоясың өзіңе? Енді онда әлі шизофрения пайда болған жоқ, өзіңмен өзің әңгіме ететіндей. Бірақ көбінесе түйінге келесің ғой. Не істедің бүгін деп сұрамайтын шығарсың енді кебап үйге. Қалай жағдай деп. Нормально өзің қалайсың деп. Жалғыз өзім қалған кезде не істейсің? Жалғыз өзім қалған кезде сені бір толғандыратын сұрақ бар ма? Барлық пенденің ауруы шығар, қазір телефонға жабысасың. Елдің өмірін қарайсың жалғыз өзің қалған кезде. Бос уақытың болып жатса. Бірдеме оқисың, кино қарайсың, болды. Бұлай басқа сен бүгін осындай рөлді сомдадың, қалай болды саған деп. Ондай менде жоқ, шын айтамын. Мен негізі ол жағынан бар ғой. Может, мүмкін қазір бүткіл стереотиптерді бұзып тастайтын шығармын. Басқа артистерден кешірім сұраймын, бірақ та Николай Сескеридзен де кешірім сұраймын. Жылап бір жерде ол да бір өмірбаян балетпен байланыстырып быт-шыт болып жатқан шығар. Мен деген жан дүниемді бердім деп. Жоқ, мен ондай емеспін. Мен алдамай ақ қояйын, шын айтайын. Көрермендерді алдамай ақ қояйын. Сахнада мен балет артисімін. Сахнада мен өзімнің барымды салуға тырысамын. Мен ешқашанда өзімді аямаймын сахнада.
көрермендер келді ма, қандай сахна болмасын, әлемнің қай жеріндегі театр болмасын, мен өзімнің сол уақыттағы дайындығымды толықтай көрсетуге тырысамын. Бірақ бітті ма? Болды, рахмет. Аманшылықта кездесейік. Болды, мен қарапайым Бақтиярмын. Сен сонда басқа балет бишілеріне ұқсамайсың мүлдем. Неге ұқсамаймын? Мен бірінші рет естіп тұрмын осындайды. Сондай Мен айтып отырмын, деген сияқты. Ішінде ойланбаймын. Оны көбісі айтып отырмын ғой. Қалпына тез келемін. Одан драма жасайды да негізі. Ол драма жасаған сайын сен ол соңында трагедия боласың. Сондықтан барлығына кішкене комедия қосу керек, менің ойымша. Бос болу керек, оңай қарау керек. Біріншіден ол шын айтқан кезде, мысалы, сөздің ашығында келгенде, ол менің жұмысым, дұрыс па? Көптеген адамдар барып, мысалы, өзінің жұмысына барып, жұмыс істеп келіп, сол жұмысын үйіне көтеріп алып келмейді ғой, мысалы. Офисқа келе ма, жұмыс істейді, бітіреді, үйіне барады, отырмайды ғой. Енді бұл өнер ғой, өнердің орны бөлек кішкене, оларды біз салыстырмаймыз. Енді мен айтып отырмын, өзім қарап отырмын. Мен мысалға ол мені бағатын өнер бұл. Сондықтан мен бұған кішкене басқа көзқарасым басқа. Мен бір жаққа гастрольге барған кезде, мысалы, қала аралап, лағып кетпеймін, мысалы, ой, ана бұрышқа барып суретке түсіп, мына жер мынандай екен ғой деп, мысалға. Неліктен? Мен келем гостиницаға. Менің ертеңгі күні жұмысым бар ма, выступление бар. Көрсетілім болатын болса, қойылым болатын болса, мен келем, аяғымды тынықтырам. Артық жүк салмаймын, жүрмеймін бекерден бекер. Себебі бұл екі аяқ мені асырайды. Сондықтан бұларға мен толықтай тынығу, төсекте жата беруім де мүмкін мен. Аяғым жоғарғы көтеріп қойып жата беремін. Мен жата бере аламын. Күн бойы? Күні бойы жата бере аламын. Себебі мен түсінем ғой, ертеңгі күні маған жұмыс жасау керек. Ол жерде кім ең көп жұмысты алатын өзіне? Аяқтарым, әрине. Сондықтан мен бұған біріншіден жұмыс ретінде жауапкершілікті атқару керек, маған деген берілген. Екіншіден рөлді жақсы сомдап шығу керек. Балериналардың бар, сен сахнада оларды жақсы көрсету керексің. Сен өзің ғана шыға бермейсің ғой, мысалы, балеринамен шығасың, оны да жақсы көрсету керек. Сондықтан соның барлығын ойлай отыра, мен біріншіден оны жұмыс ретінде қараймын. Сен өнер деп, ой, мен творчестволық адаммын, өнермін, бүйтіп жүре берсең, енді ол кішкене ақымақтық мен үшін. Біріншіден сен өзің жұмысыңды атқару керексің. Қай салада болмасын, рационалды түрде көру керек. Қай салада болмасын, сен не істемесең де өзің мойныңа бірдемені алдың ба, соны соңына дейін жеткізу керек. Сен оған міндеттісің. Ал қалғанның барлығы көрермендердің бағалағаны бар, керемет деп сөздер айтып отқаны бар. Кімге қандай әсер қалдырасың, ол әр адамның өзінің жан дүниесіне байланысты. Бес саусақ бірдей емес, сондықтан біреу сені жақсы көруі мүмкін, екіншісі айтатын, маған ұнаған жоқ. Ол да орын алады. Неге? Оған да дұрыс қарау керек, мысалға. Көрермен ретінде біреу келіп, керемет болды, рахмет деп жатса, екіншісі мүмкін айтады, орташа. Мен бұдан да жақсыларын көргем. Сондықтан барлығына деп бір болу керек, бәріне ұнау керек дейтін болса, сен өзіңді өзің жек қоясың. Менің ойымша соңында бір жеріңнен ауру шығар. Өзіңе айтылған сынға қалай қарайсың? Осы кәсіби сахнада жүретін адамдар айтса. Егер де мұғалімдер айтып жатса, мен оған әрқашан да қуанамын. Қазіргі таңда менің деңгейімде көбінесе осындай бір өзімнің атыма бір сын есту қиын болып кетті. Болды ма жалпы тәжірибеңде сондай? Болды. Егер де мұғалімдерім айтып жатса маған, осындай жерің осындай болды. Енді орында айтып жатса, әрине, мен оған тек қана қуанамын. Келесі күні мен оны түзеуім керек. Келесі күні мен үшін жұмыс бар. Өзгерістер жасауға болады. Оны барып ойланасың. Айтып отырмын, сондықтан мен оған дұрыс қараймын. Ал саған тиген, намысыңа тиген қандай сын болды? Болды ма сондай сын? Намысыма ондай вообще болған жоқ, негізі шынын айтсам.
Мен барлығында негізі, мен барлығында өтпейді. мысалы сөз етпейді, терім қалың мен. Сын айтылды ма, ол өзіңе байланысты ғой. Мысалға, егер де сен сол сынға сенетін болсаң, ол сен мүмкін жан дүниеңе тиеді. Ал егер де сен сол сынға сенбесең, қалай айтылды, жанына фук өтіп кетеді ғой. Фук кетіп, сау бол дейсің осында. Көріскенше дейсің. Сен осы көптеген балериналармен билеп үлгерді, иә, осы әлемдік жұлдыздармен. Солардың ішінен ең жақсы саған ұнаған, кіммен жеңіл жұмыс істеу деген қай балерина болды? Солардың арасында. Біреусін бөліп айта алмаймын, себебі барлығы Сонда да енді әсіресе сонда да айта алмаймын. Сонда да. Айта алмаймын. Шетелдікі, біздікі деп бөліп айта алмаймын, себебі жоқ, шетелдік емес, әлем жұлдыздарын айтатын әлем балетін. енді Сен білемін, Яна Саленкамен биледің, иә, керемет балерина. мысалға Яна Саленко керемет, Майя Махатели, Таня Мельник, көп. Енді олардың барлығында өзінің бір ерекше қасиеттері бар, өзінің ерекше бір өздерін бір өзгешелететін бір қасиеттері бар. Сондықтан біреусін бір топ жарып шықты деп айта алмаймын. Барлығы керемет. Барлығымен билеген мен үшін жақсы. Енді олармен сахнаға шығып билеудің өзі оңай. Себебі олар өздерінің жұмыстарын жақсы біледі. Және де сен өзіңнің жұмысын жақсы жасайтын болсаң, олармен қарым-қатынас тез табасың би барысында. Сондықтан барлығы керемет негізінде. Біздің Қазақстанға тоқталатын болсақ, біздің Қазақстанда жалпы өнерде жүретін адамдардың сондай жағдайы, бұл сен көңілің тола ма біздің Қазақстандағы өнер жолында жүрген адамдардың жағдайына? Енді мен былай айта кетейін, бізде енді жағдай мүшкіл, былай айтатын болсақ, шынын айтатын болсақ. мүшкіл болғанда енді мен бағана айтып отырмын ғой, әр адам, біздің елімізде әр адам өзінің жұмысын толықтай дұрыс атқаратын болса, әр адам өзінің мойнына алған жауапкершілігін көтере білетін болса, былай айтқанда, отбасы құрдың ба, сен балаларыңды жақсы азамат ретінде өсіріп шығаруға міндеттісің. Егер де сондай бізде текті жастар көбейетін болса, менің ойымша оның барлығы 5-6 жылдың ішінде өзгеріп кетуі мүмкін. Қазіргі таңда біз қалай қарап, мен өз басым салыстырып отыратын болсам, қарап отыратын болсам, біздің жастардың көбісі дайынға тез үйреніп алған. Бірден бола салса, бірден оларға бере салса, еңбек еткісі келмейді. Барлығы емес, бірақ көпшілігі. Әрине, сондай жастарымыз бар кезде, сондай халқымыз бар кезде, кішкене менталитеттік тұрғыда кезінде сынып қалған азаматтарымыз бар. 90 жылдарды көрген, Совет өкіметін көрген, кішкене басқыншылықты көрген халқымыз бар болған кезде, менің ойымша, бізге кішкене уақытта керек шығар. Соған жету үшін, пысу үшін. Бұлай өнерді айтатын болсақ, мен біріншіден қуанатын біздің елімізде осы өнерді өлтіріп алмай, жағдайын айтпай қояқ, өлтіріп алмағанымызға қуанамын. Театрлар салынып жатыр, ақшалар бөлініп жатыр. Бірақ енді экономикалығы қарай отыратын болсақ, енді біздің айлығымыз күннен күнге төмендеп бара жатыр. Сол айлық бізде бағаланбайды бұл өнер. Толығымен дұрыс бағаланбайды. Неге бағаланбайды? Себебі халықтың, мен бағана айтып отырмын, халықтың сана сезімінде бұл әлі керек емес. Неге сонда керек емес? Біз сонда басқа елдермен салыстырғанда неге онда бізде сол өнер бірінші орында тұрмайды? Себебі қарапайым халықтың өзінің ойлап жүрген уайымы көп. Уайым бар жерде сен ешқашанда өнерге көңіл бөлмейсің. Егер де сен мен бала шағам не жейді, не киеді деп жүрсең, қайдағы өнер? Шынында айтқанда, қайдағы өнер? Сол өз басымда жүремін, мен мысалға бір өздерінің жұмыстарымен жүгіріп жүретін болсам, бірдемен жеткізу керек, осыны алып келу керек, бала шағама бірдеме істеу керек деп жүрген кезде, мен де өнер туралы ойламаймын. Біз қайтадан экономикаға тіреліп жатырмыз,
Мен сол айтып Ел- отырмын иә, ғой. елдің экономикалық жағдайы неғұрлым жақсы Бірақ болса, енді сонда- экономикамыз неге біздің нашарлап жатыр? Себебі халқымызда бізде түсінік жоқ, жұмыс істеу керек деген. Бізде барлығына дайын болу керек, бәрі отыра салу керек, бастық бола салу керек, келе салу керек, дипломды ала салу керек. Ол сондай болып кеткен да бізде. Ал егерде сен өзің бір керемет маман болып келіп жұмыс істеп өз салаңда жұмыс істейтін болсаң, тағы да сен сияқты бірнешесі болатын болса, менің ойымша ол міндетті түрде нәтиже береді. Мысалға, мен де қарапайым баламын ғой, ауылдан шыққан баламын, бізде жұмыс істедік. Мен бірақ өз маманыма жауапкершілікпен қарағандықтан қазіргі таңда әлем дүние жүзін аралап жүрмін. Аллаға шүкір, аралап жүрмін, шақырады. Мен ол үшін үлкен тер төктім. Мен ол үшін көп жұмыс жасадым. Мен кезінде театрда қонған сәттерде болатын, таңертеңгісін ерте келем, ең соңғы кететін кездер болды. Неге басқа жастар солай жасамайды? Біреу бөгет жасай ма? Жасамайды. Біреу оған қой дей ма? Айтпайды. Мен ондаймен кездескен жоқ. Менің өзімнің өмірімде достарым бар, қарапайым отбасыдан ешқандай таныссыз ЕНТ-ны кезінде 125 балдың 120-сын алған. Университетке өз күшімен түсті. Екінші курс оқып жүрген кезде математика сабағынан бірінші курстарға дополнительный сабақ беріп жүретін болатын. Қазіргі таңда жұмыс істейді, керемет, мен маман. Сол сияқты неге басқа жастар тырыспаса? Тырысса, менің ойымша экономикамыз да көтеріледі. Соған тіреледі ғой негізі барлығы. Келсем, не дұрыс. Ол мынау беру керек, мынау өкімет бізге жасау керек деу, ол жасау керек, істеу керек. Бірақ та енді соны істеу керек екен деп аузымызды ашып отыра беретін болсақ, ол отыра береміз сол отырған жерінде. Бұл бір мәселе екінші мәселені шығатқан дүние ғой барлығы. Барлығы бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Ал сен өзіңді болашақта хореограф ретінде көресің ба? Жоқ. Хореограф ретінде жоқ. Ұстаз ретінде мүмкін, жақсы маман ретінде болашақтағы артистерге өзімнің тәжірибемді беруге әрқашанда дайынмын, бірақ хореограф ретінде жоқ. Әлі қазіргі таңда өзімді көріп тұрған жоқпын. Себебі мен көптеген хореографтармен жұмыс жасадым. Ол міндетті түрде болашақта мен би қоятын болсам, ол менің биімде өзінің әсерін білдіреді. Мен дегенмен де билеген жерде мүмкін алып қою мүмкін, комбинациялар жасау мүмкін. Сондықтан мен ол жағынан әлі өзімді көріп тұрған жоқпын. Мүмкін болашақта өзгерістер болатын шығар, бірақ қазіргі таңда жоқ. А как вы считаете, вообще спрос на балет есть сейчас вот в нашей стране? Конечно, безусловно, есть. Она с каждым годом все выше и выше становится. Знаете, вот когда 10 лет назад мы только начали организовывать, у нас была встреча с Акимом тогда, он говорит, народ не идет сразу в искусство, он идет сначала в кинотеатр, потом это, когда насытится этим, им хочется что-то другое, что-то высшее, что-то такое, которое цепляет. Они потом приходят в Ауэзовский театр, и тогда и потом, как мой папа говорил, это высокая точка искусства, это балет, это оперный театр. Вот тогда только, когда к нам придут. Но сейчас на фоне вот этого вот IT-технологии очень многие начали ценить еще больше. Знаете, вот могут мир захватить IT-технологии. Почему? Потому что многие рабочие места высвобождаются, приходит автоматизация, да? А люди в чем делают? Они начинают уходить уже в искусство, больше рисовать, думать, читать, там, больше в театре ходить и так далее. Ну, в этом плане только плюс для нас, для нашей отрасли. Так. У нас, как я знаю, вот в театр Абая там за 2 недели, за 3 недели нету билетов. Вот мы продаем на свои спектакли с участием звезд. Тоже очень много, большой спрос. А жалпы балет өнері сұранысқа ие ма біздің отандастар арасында? Қалай ойлайсың? Көз ашық жандардың барлығы қызығады ғой, иә. Қазіргі таңда кинотеатрға қарағанда жастардың көбісі мысалы. Мен өзім Алматыда халық өнерді қатты сүйеді. Олар Абай театрын бұрыннан біледі. Бұл Абай театры өзі қаланың ортасында тұр ғой, сондықтан мәдениетке бейім. Астанада біз қазіргі таңда үлкен аудитория дейді ғой, үлкен халықты тәрбиеледік. Қазіргі таңда 18 бен 35 жас аралығындағы жастар өте көп келеді театрға. Себебі кинотеатрға барады, оның барлығы кетіп қалады ғой, енді қызық емес. Ал шынайы өнерге келеді, жанды дауыс музыка,
артистер. Ал билет жағынан арзанды, кинотеатрдан арзан. Сондықтан театр керемет, киініп барудың өзі. Қойылымдарына кинотеатрдан билетінен арзан ба шынымен? Иә, 500 теңгеден басталады. Мысалы Алматыда көбісі адамдар неге бармайды осы балет өнеріне немесе операға, сол билеттің қымбаттылығынан бармайды? Мен сіздерге былай айтайыншы, мен қазір Новосибирскте собор биледім ғой, собор Парижской Богоматери. Билет Қазақстанға аударғанда 100 000 теңгеден тұрды. Ең арзаңы 40 000 теңге болды. Ол жерде 1750 адам. Соның өзінде де барады. Сонда Новосибирск ол енді Толық Москва, зал. Петербургпен Толық. салыстырғанда ол кішігірім қала кішкене. Кішігірім болған жоқ, Новосибирск үлкен қала. Ол Сібірдің астанасы, ол жақта көптеген жанында. Омск, Баянауыл деген сияқты қалалардың барлығынан. Санкт-Петербургпен салыстырғанда ол кішкене. Менің спектакліме 200 километр, 250 километр алшақтағы қалалардан келген адамдар бар. Ондай адамдар көп. Арнайы театрға келеді. Қарап отырсыздар ма? Сондықтан бізде қымбат дегенде, білмеймін, күлкім келеді негізі. Біздің Астана опера театрында көптеген әлемнің мықты театрлары өздеріне қоя алмайтын спектакльдер бар. Ол Манон спектакль бар, собор Парижской Богоматери бар, Григоровичтің Щелкунчик, Спартак деген сияқты балеттер бар. Оны әрбір труппа өзіне қойғысы келсе де, оның көбісіне мүмкіншілік жоқ оған. Сондықтан сондай спектакльдерге билеттің тұру 500 теңгеден басталса, ары кет жарайды 7 000, 8 000 теңге. Жоқ дегенде 10 000 теңге. Бірақ керемет орында отырасың, сенің барлығы көрінеді. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мен былай айтайын, балет өнері ол классикалық балет болып қалады. Ол барлығының базасы. Одан тараған бүткіл тармақтар бар. Заманауи хореография бар, басқа классикалық заманауи балет бар, мысалға. Солардың барлығы ол, мысалға бір тамыр болады ғой, тамыр, содан өсіп шыққан ағаш сияқты оның түп нұсқасы. Сен егерде классикалық балетті білмесең, классикалық балетті түсінбесең, және де сен оны өтпесең, оқымасаң, сен басқа билерді билеуің мүмкін емес деп ойлаймын. Жақсы деңгейде билеу мүмкін емес. Балет өнерінен сабақ бергім келеді. Бергім келмейді, бірақ бере аламын. Бере аласың. Себебі ұстаздық еткен шаршамасы үйретуден балаға дейді ғой. Мен ұстаз болуға, менің ойымша ол өте үлкен қиын профессия біріншіден, және де үлкен жауапкершілік. Сен өзіңе шәкірттерді алатын болсаң, сен оған алған күннен бастап, оның бір белгілі бір деңгейге жеткенге дейін сен оны бағып-қағып жеткізуің керек. Жарты жолда тастап кететін болсаң, ол дұрыс емес. Олай болса сен сабақ бермей қой. Сенің ішкі жан дүниеңдегі тепе-теңдікті не бұза алады? Не ашуландырады сені? Ашуландыру мүмкін. Білмеймін, неғып екен, осы февральда банктер звондай бастайды ғой. Сізге кредит керек па деп. Сол ғана болса, жоқ деп айтасың. Жоқ, қалжың шынымен. Бол, сол ғана басқа немене бұзады? Басқа өмір деген жалғасып отыр. Өмір алма кезек, бүгін бары ертең жоқ. Оқиға болып қалар мүмкін бір сәт. Оқиға болса, ол қандай мысалы, ол қандай жағдайда оқиға болуы мүмкін? Білмеймін, мысалы жаңалықтарды оқыған кезде біздің Қазақстанда болып жатқан. Мен бақытты жанмын, ата-анам аман есен, бауырларым бүтін, қасымда, ағайын туысқандарым тірі жүр, аман есен. Сүйген жарым жанымда, артымнан еріп келе жатқан 2 ұлым, 1 қызым бар. Білмеймін, мен енді одан басқа бір депрессияға кіргізіп жүретіндей, солар аман болса, мен үшін басқа ештеме, ешқашанда кедергі болмайды. Балаларыңды балетке бересің ба? Берем. Барғысы келсе берем. Неге бермеске? Керемет профессия, керемет жандар қасында жүреді, сұлу қыздар. Сен театрға келесің күнде, елдердің барлығы билет алып келеді театрға, ал сен жұмысқа келесің. Мен Астана операда жұмыс істеймін, ол керемет театр. Өнер, таза өнер, музыка тыңдайсың, сахнада жүресің.
енді бұл егер шынайы ең бастысы бұл шынайы жұмыс. Қаншалықты сен өзің жақсы болсаң, соншалықты сен өзің жоғарғы дәрежеде ұстайсың. Ол андай басқа жердегілер сияқты емес, аға көке көмектесіп жүріңіз, демеу беріп жүріңіз деп. Бұндай жерде біздің таза өнерде ол өтпейді, сахнада барлығы көрінеді. Сондықтан неге бергім келеді, себебі бұл таза өнер, барлығы өз қолыңда. Какое самое сильное качество Бахтияра, как вы думаете? Его самоуверенность мне очень сильно нравится, его харизма, то, что он знает то, что он делает, куда идет. Ну, я вижу по разговору с ним, как он может быть очень деликатный, как бы чувство юмора очень, когда мы его приглашали на баядерку с участием звезд, и он там очень много пишет таких прикольных, юмора, да. Это тоже, он очень смешной, правда. Это очень хорошо, это большой плюс. Қазіргі заманның ең үздік балет бишісі кім деп ойлайсың? Кім ұнайды саған? Қазіргі заманның ең үздік балет бишісі? Мен деп қойсаң енді. Жоқ, білмеймін. Сенен басқасы. Қазіргі таңда бағана көріп отыр, қайтадан әзілге айналдырамын негізі. Көп бишілер. Әр театрдың қазіргі таңда үлкен театрлардың өзінің бетке ұстар артистері бар. Менің ойымша солардың барлығы бірден дәрежеде жүр. Кім енді? Ким бар, Вадим Мунтагиров бар. Ұнай ма? Жақсы артистер, бірақ менің типажымдағы артистер емес. Керемет артистер. Сөз жоқ, техникалық тұрғыда керемет. Міне бізге жақында осы Михаил Лобухин келейін деп жатыр. Келсін, қош келсін. Ұнай ма? Михаил Лобухин. Керемет артист, жақсы. Жоғарғы деңгейде, жақсы артист. Бірақ қазіргі таңда мен бұрынғыдай айтып отырмын, Нуриев, Барышников сияқты мысалға, Хулио Бокко сияқты артистер қазіргі таңда топ жарып шыққандар өте аз, себебі техникалық тұрғыда өте қатты дамып кетті балет. Олар кезінде өзінің замандарын алда озып жүргендер болды. Қазіргі таңда көбісі тең жүреді негізі. Сондықтан былай бір өзін бөліп айту. Роберто Болли сенің досың итальяндық. Енді ол Италияның жұлдызы ғой, енді ол бренд. Ол жерде тек қана Роберто Болли емес қой. Ол жерде үлкен жұмыс жүріп жатыр. Оның астында көптеген, қалай айтсам болады, ақша жатыр, продюсерлік жұмыстар жатыр. Ол жерде тек қана жалғыз жүрген жоқ қой, біз сияқты емес ол. Мен ол мысалға барлығына үлгеруге тырысамын. Ол жерде ол үшін барлығын жасайды. Сондықтан әрине. Бізде Қазақстанда сенің ізіңді басып келе жатқан жас дарынды биші бар ма? Болашақта менің ойымша шығады деген ойдамын. Қазіргі таңда тырысып, талпынып жатқан жастар өте көп. Мен барлығына айтатын, қорықпаңдар, конкурстарға барыңдар, өздеріңді таныстырыңдар, өздеріңді жақсы деңгейде ұстаңдар, дайындалыңдар деп айтамын. Менің ойымша шығады болашақта. Жұмыс істеуге барған кезде ең алғашқы мақсат менде маған берілген жұмысты жақсы орындау, жоғарғы деңгейде өзімнің өнерімді көрсету, қазақ балетін жақсы деңгейде таныстыру елдермен. Себебі ертең айтады ғой, мысалға келіп дұрыс билемей кетсең, Қазақстаннан келді біреу, атыңды да айтпайды, біреу деп айтады. Келді да білмеймін, бірдеме істеді, кетіп қалды дейді. Ондай сөздер болмау керек. Сондықтан билегеннен кейін ертең халық айту керек. Бұл Бахтияр Адамжан келді Қазақстаннан, Астана операда, Астанада осындай балет бар екен, Қазақстанда осындай балет бар екен. Қандай керемет деген сөздер айтылып жатса, ол ең алғашқы